берейін? Мақтағыз. Жарайды. Онда жақынырақ отырып, мұқият тыңдаңдар. Жарай ма? Бірде мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Мейіз тауып алып, мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, келе ғой деп шақырады. Ал мысығы келмей қояды. Мақтағыз сосын өзі мейізді жеп қояды. Бір кезде мысығы келіп, мақтағыз, мені неге шақырдың? Дейді. Сонда мақтағыз айтады, мен мейіз тауып алған едім. Сені шақырып едім, сен келмеген соң өзім жеп қойдым. Мысығы ренжіп, мақтағыздың қатығын төгіп жібереді. Мақтағыз ашуланып, неге қатықты төгесің деп мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық мақтағызға құйрығымды берші дейді. Сонда мақтағыз айтады, маған қатық әкеп бер, құйрығымды сосын беремін дейді. Мысық мұңайып сиырға келеді. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сонда сиыр айтады, менің қарным ашып тұр, сен маған көп жапырақ әкеп бер. Ал мен сол жапырақты жеп, саған көп қатық беремін дейді. Мысық мұңайып талға келеді. Тал, маған жапырақ берші дейді. Сонда тал, мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп берсең, мен саған жапырақ беремін дейді. Сонымен мысық келіп, су тасып жатқан қыздар көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Сонда қыздар, бізге дүкеннен барып, сағыз әкеліп бер, біз сосын саған су береміз дейді. Мысық сосын дүкенге келеді. Дүкенге келіп, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Сонда дүкенші айтады, маған жұмыртқа келіп бер, мен саған орнына сағыз беремін дейді. Мысық сонымен тауыққа келеді. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді мысық. Тауық, маған дән әкеп бер дейді мысыққа. Мысық барып, тышқанды ұстап алады. Тышқанды ұстап алып, маған дән бер, әйтпесем сені жеп қоямын дейді. Сонда тышқан мысыққа дән береді. Мысық дәнді алып, тауыққа келіп береді. Ал тауық мысыққа жұмыртқа береді. Мысық жұмыртқаны алып, дүкенге келеді. Дүкенші жұмыртқаны алып, орнына сағыз береді. Ал мысық ол сағызды алып, қыздарға келіп береді. Ал қыздар мысыққа су береді. Мысық суды алып, талға келіп береді. Тал суды ішіп алып, көп жапырақ береді. Ал жапырақты алып, мысық сиырға келеді. Сиыр мысыққа көп қатық береді. Қатықты алып мысық мақтағызға келіп береді. Мақтағыз, мен саған қатыға келдім, құйрығымды берші дейді. Сонда мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Сосын екеуі дос болыпты. Ертегі ұнады ма, қарақтарым? Жарайсың. Онда сендерге мен келесі жолы тағы да басқа ертегі айтып беретін боламын. Жарай ма?